Ассаляму алейкум, арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен небәрі 10 минутта пісіп шығатын осындай өте дәмді, қамыры жұп-жұмсақ пицца дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ал ендеше бастайық. Қамыры үшін жылы суға қант, тұз және ашытқы салып, жай ғана араластырып аламыз. Үстіне сұйық май құйып, сәл ғана араластырып алғасын, ұнын қосамыз. Барлығын араластырып, спатуланың көмегімен қамыр елейтін боламыз. Бұл жерде басты нәрсе, мен берген ұн мөлшерінен артық ұн салмауларыңыз өте маңызды. Елеу барысында қамыры қолға қатты жабысуы мүмкін. Сол үшін сіздерге видеодағыдай спатуламен елесеңіздер өте жеңіл болады, әрі қолдарыңыз таза былғанбай қалады. Осы әдісті қолданып, мен айтқандай артық ұн қоспасаңыздар, пиццаңыздың қамыры жұп-жұмсақ болып шығады. Ал енді бетін жауып, жылы жерге 30-40 минутқа қоямыз. Қамыры көтерілгесін үстелге ұн сеуіп, қолға жабыспайтындай жай ғана басып аламыз. Содан соң 2-ге немесе қалауларыңыз бойынша 3-ке бөлсеңіздер болады. Бір бөлігін әзірше бетін жауып, шетке қоя тұрамыз. Ал екінші бөлігін оқтаумен дөңгелек қылып жайып аламыз. Қамырды пергамент төселген противеньге орналастырып, қолдарымызбен басу арқылы бортеке жасаймыз. Осы күйінде қамырымызды 5-10 минутқа қалдырамыз. Қамыры сәл көтерілгесін пиццаға арналған соусымызды жағып бастаймыз. Бұл соустың рецебін біздің арнамызда таба аласыздар, немесе ссылкасы видеоның астындағы описание бөлімінде белгіленген. Не болмаса, осы видеоның оң жақ шетіндегі шығып тұрған қара сілтемені басу арқылы тікелей сол рецептің видеосына өте аласыздар. Соусты бір келкі жағып шыққасын, үстіне колбасаның бөліктерін қойып шығамыз. Пиццаны қызып тұрған пешке ең жоғарғы температураға 7-8 минутқа қоямыз. Пештен шығарғасын үстіне алдын ала ұсақ үкіштен өткізілген сырды сеуіп шығамыз. Бұнда мен 2 түрлі сыр қолдандым. Қандай сыр қолданғанымды описание бөліміне жазып белгілеп кеттім. Ал енді пиццаны қайта пешке 2-3 минутқа сыры ерігенше қоямыз. Неке біздің пиццамыз дайын болды. Видеода көріп отырғандарыңыздай қамыры жұқа, әрі жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде менің рецебіммен жасап, отбасыларыңызды және жақындарыңызды қуантып қойыңыздар. Ал видеомыз ұнаған болса, лайк басып, және де төменде өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Сіздермен болған мен Қаламқас және Дәмді болсын арнасы. Ассаляму алейкум.